Бүгінгі темам жалпы басқа еді, бірақ мына ең осы біздің қазіргі істеп жатқан бизнесіміздің жүрегі бұл промоушн деген тақырып болғандықтан осы тақырыпты бірінші алдыға шығардық. Бүгін осы тақырып туралы әңгімелесетін боламыз сіздермен бизнес авторлықта. Мен бастай беремін сабағымды. Енді бұл промоушн деген сөз негізі жалпы продвижение, яғни жылжыту деген мағынаны білдіреді, иә. Бұл жалпы осы сетевой бизнестің ең негізгі тақырыбы. Осыған байланысты сіз осы тақырыпты қалай үйренесіз, жақсы үйренгеніңізге байланысты бизнесіңізді дәл солай жүргізе аласыздар. Жалпы мына промоушнды сіздер күнде жасап жүрсіздер. Бірақ сіздер қай жерде жасап жатырсыздар, білесіздер ме? Мысалы, айдайтын адамдар білет, естоларда мақтайды, иә? Мысалы, мына естоға барсаң, ана жерде Абай правдада былай оңға кірген кезде сол жерде бір күшті есто бар, сол жерде мықты мастер бар деп айтасыздар. Немесе бір врач дәрігерді, мысалы, мен бір стоматологқа баруым керек десең, ойбай, ана деген саяхат жақта бір керемет стоматолог бар, сол стоматологқа барсаң, осылай жасап беретсіңді деп мақтайсыздар, иә? Немесе бір магазиндер, айналаңыздағы таныстарыңызға бір магазиндер, сауда орындарын мақтайсыз. Мына магазинде, мына торговый центр Москваның ішінде екінші этажында анау жерде бутикте күшті скидка алып жатыр деп мақтайсыздар. Немесе, опять же, машина айдайтын адамдар бензин, иә, мысалы, ана Синойлдың бензині күшті. Ана Гелиостікі құрсын, что-то оның ішіне бірдеңке қосқан ба, тез ұшып кетеді деп мақтайсыздар, иә. Немесе бір санаторийге барып берсеңіздер, санаторий демалыс орындарын мақтайсыздар тоже. Мына жақтағы бір Көктем деген санаторий вообще күшті екен. 5 уақыт тамақ береді екен, ішіне массажын жасайды екен, жаңағы неше түрлі процедуралар бар деп мақтайсыздар. Немесе бір жерде бассейндерді мақтайсыздар. Мынау керемет Гавай деген бассейн вообще арзан, адам деген көп, күшті ана жақта деген мынандай нелер бар, аттракциондар бар ішінде деген сияқты сөйтіп мақтайсыздар, иә. Немесе мен баламды бірінші классқа берейін деп едім, қай мектепке берсем екен десем, жаңа ойбай, мына 141-ші мектептегі ана бір А сыныбын 4 аны бітіріп жатқан бастауыштың мұғалімі сондай керемет, сол қазір биыл 1-ші класс алады, вот соған бер балаңды деп мақтайсыздар, иә. Немесе бір жердегі ресторанның тамағын мақтайсыздар, ресторанды мақтайсыздар, ой керемет сол ресторан деген, өзі сыртынан қарасаң да әдемі, іші деген алтын жалатылған ана Қуаныш деген ресторан, анау не жақта Бесағаш жақта жолдың бойында деп тұрып мақтайсыздар, иә. Яғни сіздер күнделікті оны жасап жатырсыздар, бірақ тура дәл осыны келіп бизнеске келген кезде жаңағы пайдалануды білмейміз, иә. Осы тура істеп жүрген жұмысымыз, жасап жатқан нәрсемізді біз енді бизнеске пайдалануды үйрену керекпіз. Мысалы, айтпасақ та жай ғана, мысалы, мына тамақты қараңыздаршы. Кімнің осы тамақты жегісі келді? Я думаю, мен ойлаймын, осы тамақты барлық адам жегісі келеді. Яғни, сіз ол тамақтың іші дәмі, тұзы бар ма, жоқ па, іші әдемі ма, жоқ ана картошка көгеріп кеткен ме, ондай емес мәселе. Әдемілеп, просто бүйтіп қойсаңыздар да, әдемі суретпен қойсаңыздар да, ол көз тартарлық әдемі болғандықтан бұл да промоушнға жатады, иә? Немесе ал үйде мысалы тамақ жасаған кезде сырты әсемдігі онша емес болып қалса, сіздер оны жаңағындай мақтау арқылы мысалы балаларыңызға, күйеуіңізге жегізіп жіберсеңіздер болады, осы промоушнды пайдалану арқылы. Ал енді бизнеске келетін болса, бизнесте промоушнның түрлері, мысалы сіздер жаңағы күнделікті өмірде пайдаланып жүрген промоушнның өзі. Ал енді промоушнның осындай 4 түрі бар. Предпромоушн дейді, алдын ала жасау. Сосын постпромоушн, өткен оқиғаға промоушн жасау. И сама промоушн, адам өзіне промоушн жасап үйрену керек. Мысалы, предпромоушн дегенде бір оқиға болайын деп жатыр, иә? Мысалы, годовщинасы болайын деп жатыр компанияның. Соған 2-3 ай бұрын біз промоушн жүргіземіз, иә? Осындай годовщина болайын деп жатыр, керемет, ол жерде сыйлықтар беріледі, лотерея ойнатылады, әншілер келеді деген сияқты, бұл предпромоушнға жатады. А промоушн қазіргі, мысалы, жаңағы айтып күнделікті болып жатқан, қазірге болайын деп жатқан нәрселерге, иә? Постпромоушн деген, мысалы, бір саяхатқа шығып келдік, жаңа Парижге барып келдік, Дубайға шығып келдік, иә? Келгеннен кейін сол эмоциямызбен бөлісу үшін презентация ұйымдастырып, сол жерде өзіміздің эмоцияларымызды постпромоушнға жатады. Сама промоушн дегенде адам өзіне жасайды, өзіне промоушн жасап үйренеді. Промоушн негізінен сіздерде парақ ручка болса, жазып отырғандарыңыз өте жақсы. Неге? Потому что қолға ручка ұстаған сәттен бастап, оны жазған кезде
контакты жүреді, мына сұқ саусақ, мына қол мен мидың ортасында контакты жүреді. Сіздердің жазғандарыңыз мида жақсы сақталады. Сол үшін де кез келген нәрсені түртіп жазып отырған жақсы. Кімнің микрофоны қосылып тұрса, пожалуйста, өшіріп қойсаңыз. Промоушн, мысалы, адамдар бұл сөзді естіді, естіген жоқ емес, бәріңіз естіп жүрсіздер. Бірақ та сіздер промоушн деген кезде, ал енді мына нәрсеге промоушн берілсе, ол адам ойлайды, сол нәрсені көбірек айту керек екен деп ойлайды. На самом деле, негізінде олай емес, көбірек айтудың қажеті жоқ. Ол жерде 80% эмоцияңызды қосасыз. Бағанағы мен айтып кеттім, сіздер күнделікті жасайтын промоушндар, мысалы, бір ресторанды мақтап жатырсыз, мысалы, сіз бүйтіп айтып жатырған жоқсыз ғой. Мысалы, Диана деген ресторанды алайық, Мысалы, Диана деген ресторан, ол деген 100 квадрат метр, оның деген биіктігі 3 метр, оның ішінде бәленбай колоннасы бар деп тұрып түгел история айтпайсыздар ғой, бүткіл. Просто айтасыздар, Диана деген вообще күшті ресторан, жалт-жұлт етіп тұр. Бір-ақ сөз айттыңыз, бірақ ол сіздің эмоцияңыз, сіздің сөзіңізден 80% жоғары тұр, Тура промоушн осылай жасалынады. 80% сіз эмоция қосасыз ол жерге. Содан кейін ақпарат аз ғана, кішкентай ғана айтасыз, бір-екі жерін ғана айтасыз, и сіздің сол моментте сіздің қарым-қатынасыңыз көрініп тұрады. Сіз өзіңіз жақсы көрмейтін нәрсені өйтіп қатты мақтамайсыздар ғой, Сол үшін де өзіңіздің жақсы көріп тұрған қарым-қатынасыңыз сол жерден бір 10% көрініп тұру керек. Міне, промоушнның негізгі құрамы осындай составы. Енді сетевой маркетингте промоушндарды қандай нәрселерге береміз біз? Мысалы, компанияға береміз, промоушн. Енді сетевиктер өздері байқамай қалады, мұндай промоушндар беріп жатқанда, мынандай компания жоқ па, кездескен жоқ па осындай компаниямен деп. Басқа бір сетевикке айтып кетсеңіз, ол сетевик обязательно ол компанияның аты қандай дейді да, соңымен ары қарай өзі сұрамаса да, үйге барып интернеттен қарап, ол немене компания екен деп қарайды. Яғни сіз сатып кеттіңіз. Бір-екі ауыз айттыңыз да, болды, сол компанияны саттыңыз деген сөз. Немесе өнімге, мысалы, мен өзім мынаны жақсы көрдім, фактор 4, осы фактор 4-ді айтқан кезде, мен өзім результат алдым, өзімді айттым, сол кезде адамдардың бәрі осы фактор 4-ді алғысы келіп кетті. Яғни мен фактор 4-ді саттым. Сол сияқты, мысалы, маркетинг жоспарға, тоже, мысалы, бір сетевиктерге, саған осындай маркетинг вообще болған жоқ. Соңғы 20 жылда осындай маркетинг болған жоқ деп просто айта салсаңыз, ол адам обязательно, сіз саттыңыз ол нәрсені, потому что сіз эмоция қосып тұрсыз ғой. Ол сатылды обязательно, ол адам либо дәл сол кезде қарайды, ол қандай маркетингге көрсетесің бе деп. Немесе опять же интернетке кіріп, тоже қарайды. Содан кейін оқиғаға, мысалы, статусқа, статус жасау деген вообще оп-оңай. 2 адам жаздыңда бронза болдың. Бітті. Деген сияқты, сөйтіп жаңағы бір-екі ауыз сөзбен оған да промоушн жасауға болады. Оқиғаға, мысалы, болайын деп жатқан оқиға бізде қазір деген, давайте алматылықтар үшін субботаға біз презентация қойып тұратынбыз. Өте күшті презентация болады сағат 2-де. Кейін онымен приглашениесін жіберем. Міне осы сияқты кез келген оқиғаға, кез келген событияға промоушн беруге болады заранее, чтобы адамдар көбірек келеді. Ол бәрімізге пайдалы, сіздерге де, бізге де бәріне пайдалы. Сол үшін осы промоушнды бұл күнделікті жасау керек, күнделікті жасап үйрену керек. Сосын спонсорға промоушн. Мысалы, кейбір презентацияларды қарап отырсаң, спонсорға промоушн беріп жатқан кезде адамдар мыжып көп сөз айту керек деп ойлайды. Сөйтіп, және көп сөз айтып, ол пока что адамды шығам дегенше промоушнмен жалықтырып жібереді. Негізі көп сөз айтудың қажеті жоқ. Бірақ тура осы спонсорға промоушнды мен қазір осы чатта отырған адамдар скрин жібереді. Сол адамдарға мен пример жіберем. Күшті видео пример жіберем, соған қарап үйренесіздер. Сосын кез келген дистрибьюторға, яғни серіктес, сіздің параллельный командаңыз бар, бір-бірлеріне параллельный адамдарға тоже промоушн беріп үйрену керек. Біз деген неге оларға промоушн беріп, оларды жақыннан араласып танысып үйрену керекпіз, когда біз бәріміз бірге болған кезде, мейлі сенікі емес, менікі емес, бәріміз бірге жүрген кезде, онда общий компания жақсы танылады, общий оборот жақсы жүреді. Общий оборот жақсы жүрсе, ол бәрімізге опять же пайдалы. Сол себепті қасыңыздағы жүрген параллельный командаға серіктестермен жақсылап араласып, олардың да қасиеттерін қарап, оларға да жақсы промоушн беріп үйреніп алу керек. Сосын жаңағы сетевой маркетингке, жалпы сетевой маркетингке промоушн. Сетевой маркетинг деген, енді егер сіздер жай ғана бір жұмыстан, зарплатадан бірден сетевой маркетингке келсеңіздер, әрине сіздер пока что түсінбейсіздер.
Мысалы, менде солай мұғалімдіктен бірден сетевой компанияға келгенде мен де онша түсінген жоқпын. Сосын сетевойды істемеймін деп, бір қазақстанский компаниялардан көңілім қалып, қайтадан традиционный бизнеске бардым ғой. Мысалы, традиционный бизнеспен 3-4 жыл айналыстым кәдімгі. Ол кезде масқара, сіздердің қазір мысалы кейбір адамдар 5000 теңге жаңағы активность членский төлеуге кейде жылайды ғой 5000 теңгеге. Ол адамды апарып сол бір традиционный бизнес жасап көретін болса, 5000 теңге 5-ақ теңге сияқты болып қалатын еді ол адамдарға. Традиционный бизнесте деген масқара ақша шығарасың ғой. Барлығы сенің ғана басыңда. Офисті де өзің жалдайсың, ақшаны өзің ғана төлейсің, бөліп төлемейсің. Немесе аренда помещение алсаң, тек қана өзің ғана төлейсің, оған ешкім көмектеспейді. Товар алсаң да өзің ғана өзің ақшаны аласың, ол товардың жартысы шірік етуі мүмкін, жаңағы құрып босқа мусорға тастауыңыз мүмкін. Мысалы, менде цветочный магазин болды. Алып келесің, күніне 100 000 теңгеге гүл алып келесің, 2-3 күннен кейін солып қалады, оның 50 000 теңгесін сатып үлгересің, 50 000 теңгесін босқа мусорға тастайсың. Мен сол сияқты барлығы тек қана өзіңізде бүткіл ақша, ол ақша күйіп жатыр ма, сіздің ғана жаңағы жүрегіңіз ауырады, Сол мына жерде қараңыздаршы, 5000 теңге деген вообще мелочь болып қалады да, 1 теңге сияқты мелочь болып қалады. Сондай традиционный бизнес. Ал жүйелі маркетингте вообще расход жоқ қой. Расход деген вообще жоқ. Сіз бір рет кірдіңіз ба, 5000 теңге деген расход емес, қыздар. 5000 теңге деген, білмеймін енді, сол 5000 теңгенің ертең 1 жылдан кейін сіздер осының қызығын көресіздер әлі талай. Не, осында просто желілі маркетингтің өзі қандай күшті, соны промоушн беруге тұратын нәрсе. Енді көбіңіз осы мультикті көрдіңіздер ме, көрмедіңіздер ме? Қазір мен артынан тоже бұл мультикті неге салам? Чатқа саламын. Ана старик келіп, мына ауру сиырын сата алмай тұрады ғой базарда, сосын бір жігіт келеді, жаңа күшті промоутер ғой. Қазір промоушн деген сөз негізі кейін шықты ғой. Ал промоутер адамдар ол бұрыннан да болды, Соң старик жаңа шалға жанаш кетеді, ана сиырды мақтаған кезде елдің бәрі келіп мен алам деп очередьке тұрып қалады ғой. Бұл целый день мына сиыр сатылмайды. Кешке дейін тұрады да, уже кешке кететін уақыт болған кезде ана бала отырады да, жанаш кетіп, сөйтіп жаңағы айғайлап мақтап, өлең кетіп мақтаған кезде бүткіл адамдар очередьке тұрады, мен алам деп. Сол кезде ана ауру сиырдың керемет деп мақтаған кезде ана шалдың өзі сеніп қалған ғой. Шалдың өзі сеніп қалады да, жаңағы бәрін айғайлайды ғой, ей, басымда тұрмаңдар. Өзінде қалады бұл сиыр деп. Сатқысы келмей қалады ғой, өзі де сеніп қалады сол промоушнға. Сол сияқты промоушн осындай нәрсе болу керек. Енді адамға промоушн берген кезде, мысалы, сіз затқа промоушн берген кезде, сіз мына ұстап тұрып айтасыз, мына не деген керемет фактор 4 деп, ұстап тұрып айтасыз. Адамға промоушн берген кезде кішкене мынандай не болу керек. Не деуші еді? Не шақыру керек? Кім екен ол деген сияқты. Сразу бірден атын бастап айтпайсыздар, Бірінші тарихынан бастайсыздар. Яғни сіз ол адамды қай уақыттан бері білесіз, ол адаммен бірге қалай таныстыңыздар, оның іскерлік қабілеті қандай, сіз одан не үйренесіз, әлі не алатыныңыз бар, Сосын барып ол кім деп адамдар уже ойланып көргісі келіп, жан-жақтарына қарап, қай жерден кім шығып тұр екен деген сияқты болған кезде барып атын айтасыздар, Енді бұл жерде тек қана айтқан кезде іскерлік қабілетін айтады. Мысалы, кей адамдарды байқасаңыздар, сіздер өздеріңіз мынандай қате жасап тұрасыздар, оның баласы бар, жалғыз күйеуі бар деп айтып жатасыздар. Ондай отбасылық личный дейді, жеке гигиеналық деген сияқты. Сол нәрсені вообще болмайды. Бұл жерде тек қана іскерлік қасиеті, отбасын вообще араластырмау керек. Ол жеке әлем, іскерлік қасиеті адамның жеке әлемі. Сонда мысалы бір адамға берген кезде, мысалы мен сіздерді қазір бір керемет адаммен таныстырғым келіп тұр. Ол адамды мен осы сетевой маркетингке келгелі осы 5-6 жылдан бері танимын. Сол уақыттан бері мен ол адамды бақылаймын. Өте керемет, қаншама нәрсе үйрендім. Және де қаншама үйренетінім әлі көп, ол адамның беретіні таусылмайды. Қаншама адамдарға көмектесіп жүр, қаншама адамның ұялуына себепкер болды, қаншама адамның ақшасының 5 еселеп көбеюіне себепкер болды. Сондай адамдарды көргіңіз келе ме? Десеңіз, адамның бәрі көргісі келеді, ондай адамның бәрі танысқысы келеді, ондай адамның бәрі қасында болғысы келеді. Интрига, осындай интригамен барып, ол адам сіздердің орталарыңызда бүгін сіздер үшін келді.
сіздер үшін қазір осы бір-екі ауыз әңгімесін айтпақшы, сіздер жақсылап тыңдаңыздар. Ол адам, міне осындай адам деп барып соны адамның аты жөнін айтасыздар, иә, адамға промоушн берген кезде. Интрига ету керек. Мысалы, мынандай сөздерді қолдануға болады, иә. Ол менің өмірімдегі маңызды адам. Ол өзіне сенімді, ол артынан үлкен команда өткізілетін адам. Кімнің несі, микрофон өшіресіздер ме? Ол өзінің мақсатына қойып, сол мақсатына жететін адам, иә. Ол көпті көрген, алыстан болжай біледі, көреген, ғажайып, тәжірибесі мықты деген сияқты. Міне осындай сөздерді үлгерсеңіздер жазып алыңыздар, болмаса скринге алыңыздар. Осындай сөздерді жаттап алу керек. Біздің лексиконымызда жоқ ондай сөз. Сол үшін де біз жаңағы сахнаға шыққан кезде асып сақтап қаламыз, иә. Амангүл микрофонды өшірсін. Кез келген нәрсеге адамда мына тәжірибе қалыптасу керек қой. Тәжірибе қалыптасқан кезде сіз бірінші жаттаудан бастайсыз, иә. Мысалы, промоушнға қазір дәптерлеріңізді аласыздар да, тапсырмай, иә. Өзіңіздің спонсорыңызға промоушн жазып дайындап алыңыз алдын ала, соны жаттаңыз. Сосын жаңа серіктеске общий кетеді, барлық серіктесте общий бір текст жазып дайындап алыңыз, соны жаттап аласыз, сосын оның аты жөндерін ауыстыра бересіздер, иә. Сосын продукцияға, сосын компанияға, маркетинг планға деген сияқты бәріне бір текст дайындап алыңыз да, соны прямо жаттап алыңыз. Айттым ғой бағана, 80% эмоция, 10% ақпарат. Сіз мысалы бір дәптердің бетін толтырып тұрып промоушн жазбайсыз ғой, 4-5 сөйлем болды, сосын оны жаттап алуға болады, иә. Сосын кез келген жерде ұйықтап атсаңыз да оятып жіберіп, ал Светлана айтып жібер десе, тұра салып бүйтіп айтатындай сөйтіп жаттап алу керек та. Сонда кез келген жерде сіздер ыңғайсызданбайсыздар, иә. Мен айта алмайтын едім, мен дайындалып келейінші деп тұрмайсыздар. Потому что тоқтамайды бизнес. Сіз деген пока что мен үйреніп алам, мен келесі жылға дейін мен жаттап алуым керек деп жүргенше, ол уақыт өтіп кетеді. Сол үшін де дәл қазір, дәл моментінде, дәл қазір керек па, дәл қазір істеу керек. Дәл қазір сізге ақша керек па, дәл қазір бизнес керек па, қазір жасау керексіз. Оны жаттап алсаңыз 4-5 сөйлемді болды, сосын кез келген жерде соны айтып арқылы сіз уже продвижение, яғни сіз бизнесіңізді жүргізесіз. Енді бір специальный промоушн дегендер болады, иә. Специальный промоушндар, мысалы, кейде жаңа құрбан айт дейміз, жай айт болсын, жаңа жыл болсын, біреудің туған күні болсын, иә, бір лидердің, немесе кез келген бір мероприятие дейміз ғой, иә, бір праздник дейміз, сондай моменттерді пайдаланып, оборотты 2-3 есе көтеріп алу мақсатында не осындай не жасауға болады. Специальный промоушндар организовать етуге болады, иә. Мысалы, мен бір пример келтіріп қойдым. Жаңа жылға 3 күннің ішінде осындай жасаған адамдарға міне осындай сыйлықтар беріледі десеңіз, бұл да промоушн, бұл бірақ специальный промоушнға жатады, иә. Осындай пайдаланып өзіңіздің командаңызға организовать етіп, ұйымдастырып, осындай промоушнды өздеріңізде жасай аласыздар. Жалпы промоушн деген міне осы бәріміз осы сетевиктердің, осы бизнеске келген, бизнес жасаймын деп келген адамдардың 98%-ында осы промоушн ақсайды. Осыны жасай алмайды, оны бір керемет нәрсе болу керек екен деп ойлайды, сосын содан несі бизнестері тоқырап ақырын жүреді. Сосын мынандай бар адамдарда, қазір отырған осы партнерлардың басым көпшілігі, бизнеске келген лидерлердің басым көпшілігі, олар әлі новичоктың кейпінде. Мысалы, ол дегенім қалай? Ол адамға, мысалы, мынандай промоушн десең, ол адамға өзі новичоктың кейпіне кіріп алады. Ой, сол ақ па? Қойшы оны мен айта алмаймын дейді. Ал бизнеске келген адам, мысалы, мен мынандай лидерлерді көрдім да, таста болса сатамыз дейді. Промоушнға не қоясың, тас қоясың ба, тасты сатамыз дейді. Бір нәрсе қоясың ғой, болмайтын бижутерияны болмаса бір жаңағы күміс емес бірдеңкені қоя саласың ғой, сақинан. Соның өзін мақтап тұрып бүйтіп айтты, давай кеттік жасаймыз дейді да. Соның өзін мақтап тұрып айтқан кезде адамдар деген сол просто жар бір бижутерия, бір сақинаға бола адамдар жазылып кетеді ғой, топырлап тұрып мен алам. Мынандай бір лидерлер болған, жемчуг емес, бірақ андай искусственный жемчуг болады ғой, 150 теңге тұратын оптом алып келетінбіз. Вот осы мынау деген жаңа мақтаған кезде мынаның каждый дөңгелегі деген сіздің каждый бронзаңыз.
каждый дөңгелегі дәу болып тұрған дөңгелегі сіздің каждый бриллиантыңыз деген деп адамдар деген топ құрып жазылатын. Мысалы, сөйтіп сата алмайды лидерлер. Бәрі өздері новичоктардың қалпына кетіне кіріп алады да. Ой, осы ма? Мына неме жемчуг па, таза ма? Таза емес жемчуг, ой, қойшы, оны қайтып айтамыз дейді. Сізге егер ақша керек болатын болса, сізге бизнес керек болатын болса, сізге команда керек болатын болса, сіздің алдыңызға не қойды, сол нәрсенің бәрін пайдалану керексіз ғой. Бәрін түгел сол барынша пайдалану керек. Мысалы, ол тойға барсаңыз, той бастарда болмайтын нәрселер қойылады ғой. Бір 50 теңгенің, 100 теңгенің заты қойылады. Бірақ соны адамдар талап алады ғой. Ой, маған не керек деп қойшы деп отыратын, редко көресің адамдарды, қой шарым ғой, осындай тойға жеткізсін деп алады. Тура сол сияқты ғой, жаңа нәрсені сөйтіп мақтап жіберсеңіз, ол адам жаңағы жазылады, подписка болады, ол өзінің артынан 5-6 подписка жасап үлгеруі мүмкін. Яғни ол өзіне де пайдалы болып кетеді, сізге де пайдалы болып кетеді да в конце. Сол үшін лидерлерге, осы бизнеске келген, сіз 2 адам жазып бронз болдыңыз ба, сіз уже лидерсіз. 2 адам жаза алмай жүргендер адамдар да бар ғой енді. Сол себепті сіздер осындай промоушн, мынандай специальный промоушн қойылған кезде, оны деген сондай мүмкіндікті жіберіп алмай максимально пайдалану керек. Сіз сетевик деген тас сататын адам. Тасты, жаман көшедегі алып келген тасты 5.000 теңгеге, 10.000 теңгеге сататын адам, вот нағыз сетевик. Вот нағыз промоутер сетевик, міне сондай дәрежеге көтерілу керексіздер ғой. Міне бүгінгі менің айтайын деп отырған темам осы. Негізі аяқтадым. Рахмет сіздерге. Сіздерге қазір мынандай конкурс болады. Сіздер осы мен жаңа айтып кеткен нәрселерді жаздыңыздар деп ойлаймын. Сол нәрселерге қайсыны өзіңіз промоушн дайындай аласыз? Событияға ма, маркетингке ма, Либгудтың компаниясына ма, жоқ, өнімнің біреусіне ма, содан керемет прическаңызды жасап, боянып, күшті киіміңізді киіп, природаға шығып айтасыз ба, жоқ, үйде отырып айтасыз ба, күшті залыңызда. Видео промоушн түсіріңіздер. 5 сөйлемді жаттап алып, жақсылап видео промоушн түсіріп, осы чатқа саласыздар, соның ішіндегі, жаңа 1-ші, 2-ші, 3-ші орындар белгіленеді. Бәрі қарайды, содан кейін солар дауыс береді. Мысалы, мынау күшті екен, мынау күшті екен деп, ең көп дауыс жинаған алғашқы 3 адамға спонсорларыңыздың тарапынан жақсы сыйлық болады. Осындай күшті нотада мен қазір бүгінгі өзімнің бизнес авторығымды аяқтағым келіп тұр. Сіздердің осы бизнестеріңізге сәттілік тілеймін. Сіздер ең керемет компанияда, ең керемет жердесіздер. Әлі түсінбей жүрсеңіздер, осы орындарыңыздан айырылмай, уақытылы членский взностарыңызды төлеп, сөйтіп отыратын болсаңыздар, келесі жылы Құдай қаласа, ай сайын кем дегенде 100.000 теңге пенсия алып отыратын дәрежеге жетесіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау, саламат болыңыздар. Рахмет, Үрскүл ханым.